Ильяс Жансүгіров. Ильяс Жансүгіров қазақ лирикасының бар саласында қалам тербеген лирик ақын. Қазақ поэзиясының өркендеуіне елеулі үлес қосқан саласы пейзаждық лирика. Табиғат туралы өлеңдерінде қалам ұшымен өлеңді өрнектеп сурет салғанын аңғарамыз. Жазғы тұрым, жазғы таң, жазғы шілде, күз, қыс, мезгіл суреттері, жел, жетісу суреттері өлеңдері оның айғағы. 1925 жылы қазақ поэзиясына жаңалық әкелген жетісу суреттері өлеңі. Жетісу суреттері өлеңі жер жәннаты, сұлулық символы туған жерінің табиғатына арналады. Өлең жалпы сын, тау суреті, жетісудағы су суреті, жетісу жәндіктері, жер түгі бөлімдерінен тұрады. Жер таппан жерге жетер жетісуым дей келе, жетісу кеудең асқар аяғын көл. Қоңыр құм мықыныңда бар сексеуіл деп жетісудың кескін келбетімен ерекше таныстырады. Жалпы қазақтың табиғатын, көк аспан, қара жер, сұлу табиғатын биік таулармен ерекше байланыстырады. Жетісудың тіршілігін, сұлулығын, байлығын, жан-жануарын бір өлеңге сыйғызады. Тарбиған тарбағатай жердің құны, шоқысын бүркітінің ішегі, қойыпты сәукеледей жарастырып, талғартау талғыр ала шоқы биік. Асқақтай емшегеріні көкке тейіп, тұмсығы торайғырдың түгел орны. Асқардың арғатасы хан тәңірі, қарқара қалың биік көбісіндей. Албаның албыт ерке енесіндей, қарағай қапталдағы жыныс аршы, қыдырлы малдың құтты елесіндей. Деген жолдары ақынның туған жерінің сұлулығын ерекше суреттелгенін көреміз. Жетісуда су суреті бөлімінде ыстық көл, қамысты балқаш, шу, іле, шелек, көксу, күркілдек өзендерінің аты аталады. Шымырлап іле қайнап құмды кезген, асқарды шын мекендеп жайлағаның, па шіркін, болады екен тауда сұлу. Мұз көйлек, мұнармен белін буы, су суретін тау суретімен әсем суреттейді. Жетісу жәндігі бөлімінде аңдар мен жәндіктерді, тышқан сілеусін, ителгі, қырғи, аю, бұғы, бұлан, таутеке барлығы 28 аңдар мен жәндіктердің атын қосқан. Ақын жер түгі бөлімінде ағаштар мен шөптесін өсімдіктердің 8 түрін атап кеткен. Ағаш пен бұталардан долана, ырғай, арша, қызылқайың, барша, шынар секілді 31 түрі кездессе, еңлік, сүттіген, мейіз, киіз-киік, көкемарал, шоқайна секілді 50 шөп түрі аталады. Суретін сөз баяндап жеткізе алмас, жерінің жетісудың бәрі сондай, деп аяқталар Ильяс ақынның жетісу суреттері өлеңін оқуға барша оқырмандарды шақырамын.